Жолбарыс пен тышқан. Ертеде бір жолбарыс жыныстық саясында ұйықтап жатыпты. Сол маңда жүрген бір тышқан байқаусызда жолбарыстың үстінен жорғалап өте беріпті. Соның жыбырынан оянып кеткен жолбарыс үстінде ойнақтап жүрген тышқанды алады да сығымдай ұстап өлтіруге айналады. Сол кезде жаны мұрнының ұшына келген тышқан еңірей жылап тұрып: "О тақсыр, өзің айтатын арызым бар, мені өлтіре көрме, күнәмді кешіре көр. Білместік өтті жазған басымнан, тірі жүрсем мен де саған пайдамды тигізермін, бір қызметіңе жарармын" деп жалбарыныпты. Сонда жолбарыс мына бармақтай тышқанның сөзіне қарқылдай күліп тұрып: "Мен жолбарыспын, күшім дамығым. Сен шырпы сындыра алмайтын тышқансың. Сонда да қалжың қызық екен. Мына түріңмен сен маған қалай қызмет етпексің? Дегенмен әзілің ұнады, босатайын, бара ғой" деп тамашалап тышқанды қоя беріпті. Босана сап жорғалай жөнелген тышқан: "Мен жолбарыспен дос болдым" деп мақтана қуанып ойнақтай зымырап кете барыпты. Күндерде бір күні жолбарыс қалың тоғайды аралап жортып жүргенде мойын аспалы тұзаққа ілініп қалыпты. Қанша бұлқынса да босана алмай өкіріп жылай беріпті. Бір кезде тышқан жолбарыстың гүрілдеген даусын естіп жорғалап жетіп келсе, баяғы өзінің досы екен. Қасына жетіп барады. Сол кезде тышқанды көз шалған жолбарыс: "Ей досым, мынаның бір лажын тапсаңшы" деп бармақтай тышқаннан көмек сұрапты. Бұны қуаныш көрген тышқан: Қазір бір амалын табамын" деп жыбырлай жорғалап барып тұзақтың жібін тісімен қырқып үзетті. Тұзақты талқандап жолбарысты тұтқындықтан босатады. Басына қатер төнгенде бір әжетіне жараған тышқанға жолбарыс разы болып: "Рахмет досым" деп алғыс айтып, ажалдан құтылғанына шат болыпты. Күштілер де кейде әлсіздерге бас иеді екен. Мықтылардың азабын жоюға себеп болатын әлсіздер дүниеде жоқ емес, оны тани білген ләзім. Халықта мынандай ғақлия сөздер бар: "Ханның ісі қараға түсер, батырдың ісі балаға түсер, жолбарыстың ісі тышқанға түсер, ерлердің ісі дұшпанға түсер".